Қазір сіз ғарыштың қаншалықты үлкен екенін көрсеңіздер болады. Мына жерде метр көрсетілген, арақашықтық өскен сайын бұл километр болып та өзгереді. Қараңыз. Бұның өзінен жердің қаншалықты үлкен екенін көрсеңіздер болады. Бұл өте тез жылдамдықпен көрсетіліп жатыр. Айды жақын деулеріңіз мүмкін, бірақ қараңыздар, ай мен жердің арақашықтығы қандай алыс екенін. Ал күн болса тіптен алыс. Күнмен салыстырып қарағанда басқа планеталар нүкте сияқты кішкентай болып қалады. Мынау мысалы күн, және олмен салыстырғанда басқа планеталар өте кішкентай, не қарасаңыз болады, нүкте секілді, және өте алыс. Басқа планеталар көрінбей қалды. Мына күн менен жұлдызды қараңыздар, бұл Альфа Центавра, соның ішінде Проксима Центавра дейтін күннен кейін бізге ең жақын жұлдыз. Енді мынаны қараңыздар сіздер, осыншама жұлдыздар, өте көп жұлдыздар, соның бәрі бір галактиканың ішінде. Бұл құс жолы галактикасы 400 миллиардқа дейін жұлдыз бар екен. Енді мынаны қараңыз, Андромеда деген біздің галактикадан да үлкен, бізге ең жақын галактика. Ал енді қараңыздар, қаншама осындай галактикалар бар, өте көп. Әрбір галактикада миллиардқа жуық жұлдыз бар. Және осы галактикалар жүйесі Ланиакия деген. Енді одан да алыстасақ, бізде тағы да сондай галактикалар жүйелері шыға береді. Өте көп. Қарап көріңіз сіз. Бұнымен біткен жоқ, әлі жалғасы бар. Тек телескоп әрі қарай көре алмай жатыр. Ғарыш деген өте керемет, таңғалдырады. Мысалы қараңыздар, бұл бізде жұлдыздар. Ал шын мәнінде олар бұлай көрінеді. Яғни күн бұнда көрінбей қалды қастарында үлкен жұлдыздардың. Олар енді түсінікті, бірақ неге ғарышта осындай қара құрдымдар бар? Неге олардың ортасы қара? Неге олар басқа жұлдыздар секілді емес, сіздерді ойландырмады ма? Оны түсіну үшін біз жерге келейік, күн жүйесіне. Мысалы, алдыңғы видеоларды қарасаңыздар болады, тартылыс күші туралы түсіндірме бар, Альберт Эйнштейн дәлелдеген. Ал бұл кеңістіктің иілуі, яғни планеталар, жұлдыздар кеңістікте әртүрлі иеді. Неғұрлым қатты кеңістікке иілсе, соғұрлым уақыт баяу жүреді. Бірақ білуіміз керек, кеңістіктің иілуі дәл осылай емес, шын мәнінде осылай болады. Яғни кеңістік жан-жақтан иіледі. Және бұл кеңістіктің иілуін біз тартылыс күші деп айтамыз. Тартылыс күші деген осы. Масса неғұрлым жоғары болса, кеңістікті соғұрлым қатты иеді. Кеңістік неғұрлым қатты иілсе, соғұрлым уақыт баяу жүреді. Мысалы қараңыздар, бұл күн, нейтронды жұлдыз және қара құрдым, яғни черная дыра қалай кеңістікті иіп тұрғанын қараңыздар. Қатты кеңістікті иетін бұл черная дыра, сол қара құрдымдар өте қатты иеді. Себебі оның массасы да өте жоғары. Массасы дейді 50 миллиард күнмен бірдей дейді бір қара құрдымның. Енді біз нақты айта алмаймыз, бірақ массасы өте ауыр дейміз қара құрдымдарда. Күннен бірнеше миллиард ауыр массасы. Ойлаңыздар, күнді қараңыздар, басқа планеталарды қараңыздар. Күннің қасында шынымен де жер планетасы өте кішкентай. Енді кеңістіктің иілу уақытқа әсер етеді дедім ғой. Қараңыздар, қара құрдымның қасынан өткен кезде ол жұлдыздар болуы мүмкін, сәулелер сол иілген кеңістіктен өтеді. Сол кезде оның массасы өте ауыр, сәйкесінше онда уақыт өте жай жүреді, өте баяу болады уақыт. Мысалғы, онда 1 секунд болды, ал бізге бірнеше жыл болды. Түсіндіңіздер ме? Қазір онда 1 секундтар болып жұлдыздар қасында жарығы өтіп жатырса, бұл бізге қатып қалған секілді болып көрінеді. Себебі біз үшін бұл бірнеше жылға тең. Бұл жарық шетіндегі горизонт событий деп аталады. Мысалы, бұл ғарышкер қара құрдымға тартылып кетті, бірақ ол қатып қалған секілді көрінеді. Себебі оған шамалы секунд өтті, ал бізге әлі бірнеше жыл күту керек. Міне ғарыш дейтін осындай өте керемет, физиканың да пайдасы көп. Мынау мысалы өте массивті қара құрдым, күн жүйесімен салыстырғанда қараңыздар. Мен Инстаграмды дамыту мақсатында сонда бір қосымша видео салам, осындай пайдалы. Профильдағы ссылкаға кіріп тіркеліп кетейікші, профильға ссылкасын қоям Инстаграмның. Осы видеода сіздер ғарышта шығатын әртүрлі дауыстарды тыңдай аласыздар. Негізі бұл дауыстар кейінірек анықталды. Себебі ғарыш бұл вакуум. Вакуумда дауыс таралмайды екен. Бірақ радио толқын таралады. Сол радио толқын арқылы кәдімгі шынайы дауыстарын шығарып алуға болады екен. Ал ендеше тыңдаңыз.
жұлдыздары өте үлкен. Осы видеоның соңына дейін қараңыз, сонда түсінесіз. Мысалы, алдыңғы видеоларда көрген шығарсыз жердің өзінің қаншалықты үлкен екенін. Енді осы жер планетасын ең үлкен әзірге анықталған жұлдызбен салыстырайық. Мынау сары бұл жұлдыз, ал бұл жер планетасы. Міне, көрдіңіз бе? Бұл бір жұлдыз. Қаншалықты үлкен. Жұлдыздың атауы Стивенсон 2.18. Бұл әзірге анықталғаны. Ал біздің ғарышта білмейтініміз әлі қаншама. Сатурн планетасының сақинасы үлкен деп ойладыңыз ба? Бірақ одан да үлкені бар. Қараңыз, бұл планета J 1407 миллиард. Оның сақинасының диаметрі 180 миллион километр, ал радиусы болса 90 миллион. Біздің құс жолы галактикамыздағы газовый гигант. Енді ойлаңыз, бұл біздің галактика, содан анықталған бір планета. Және біздің галактикамызда өте көп жұлдыздар бар. Ал енді қаншама көптеген басқа да галактикалар бар. Біз білмейтін нәрсе әлі өте көп. Ал бұл нүктенің әрбіреуі галактика, миллиардтан астам жұлдызы бар әрбіреуінде.